Келесі кезекті тәлімі мол текті сөздің төресі термеге берейік. Қазақтың термелеп сөйлейтін ұлттық тәрбиесі, отбасының тәрбиесі осы терменің тілімен жасақталған. Сондықтан екі команданың термешілерін ортаға шақырамыз. Дәуренбек Әркенов, Қарағанды облысы. Гүлмира Сарина, Астана қаласы. Қайырлы кеш, құрметті өнерсүйер қауым. Алдарыңызға қайыптың термесін алып келіп отырмын. Бұны мен сол 90 жылдардан бері осы қазіргі Астанамыз кезінде Ақмола болды, білесіздер. Сол кезде студент боп Евразия ұлттық университетінде оқып жатқан кезде ұстазым Жақсылық Айтемір ұлы үйретіп еді. Қабыл алыңыздар, айтып берейін. Ағаң болса алдыңда арқа сүйер тірегің, енің бір болса жан ашыр сен серілген білегің. Ақылды туған ұл мен қыз, өкпе бауыр жүрегің, өкпе бауыр жүрегің, дос жараның қадірлес көзіңменен құлағың. Жақсы болса алғаның, жарық сәуле шырағың, жайлауында өмірдің жайлы қоныс тұрағың. Өз балаңнан кем емес, жақсы болса күйеуің, шаршағандау шалдығар нағашай бір сүйебің. Жақсы болса жиенің, жылынындай жүйенің, арамза болсаң аулақ кет, маңыма келмей біреуің. Жақсы қайың жігіткеу, жағынады туыстай, жақсай құдаң бар болса, сыйласадай суыспай. Жақсы жездең апаңмен еркелетер ұрыспай, жақсы бажаң бөлеңмен еркелетер ұрыспай. Жаман әкем жыртық қыз, ықтығы жоқ паналар, ондай жаман әкеңнен көршің бір жақсай саналар. Жаман деп жақсай көтпессең, жаман асаған жамылар. Асырап сақта, ардақта әкеңді көт балалар. Безі қиын жаман деп өзің туған шешеңінен, үй тұрмысы көңілсіз қынжыласың дегенмен. Аялап бақ қайтесің, сол анадан тудың сен. Аялап бақ қайтесің, сол анадан тудың сен. Жаман туыс бір масыл, арқалаған құммен тең, жақсылығын жасаған елікке құйған сумен тең. Кекесіне өгелінің езіп бір берген мұмен тең, көңілсіз берген тамағай көл аралас құммен тең. Ақымақ балай алдыңда көрініп тұрған жынмен тең. Айтыңдаршы ағайын, бұл өсетін неден? Айтыңдаршы ағайын,
болып өсетін елеңге. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Ал енді Мақтұмқұлының сөзіне жазылған мақамы Игілік Омаровтікі боларсың. Биік таулар бой шаңын деп шірембеп, күнің туса сенде тайпалы боларсың, терең теңіз тәкаппарсып түнерме, суың кепсе сенде бір шөл боларсың. Үлгі қылса тыңдаған жұрт сөзіңді, менсімей төмен ұстап өзіңді, надан керсең қараңғы көр боларсың, ғалым керсең күнді ашар көзіңді. Ұлықпандай тапсаң дерттің дауасын, үрістімдей жыртсаң жаудың жағасын, ескендірдей алсаң әлем қаласын, сонда да бір жермен жексен боларсың. Тұлпар мініп сұлу құшқан әуре жан, не кетпек шоу шіркін мұнау жалғаннан, қор болмақшы ар-ұяттан құрғалған, ізетті жан жарық нұрдай боларсың. Мақтұмқұлы өлшеп сөйле бойыңа, асыңды бер қарай жайыңа, дана тапсаң басыңды қый жолына, сонда өзің кәміл адам боларсың. Дана тапсаң басыңды қый жолына, сонда өзің кәміл адам боларсың. Қошемет ардақты ағайын. Сонымен бүгінгі байрақты доданың ұлттық өнер салтанатының ең соңғы өнер түрі термешілеріміз топқа түсті, өнер жарыстырды. Қазылар алқасының мүшесі Ақан Абдывалиев мырза, бір ауыз сөз сізден. Терме деген бұл адамның оңы менен солына бірдей келетін өзі өнердің түрі ғой. Бұлайынша осы жалпы арқа өңірінде әншілерден кім бар деген кезде өз саусақпен санарлыға үлкен азаматтар бар, әнші ауыз толтырып айтатын. Соның бірі осы Дәуренбек Әркен. Қыздардың ішінде қыздардың да өзі көп емес, саусақпенен санарлық, соның бір емес бірегейі Гүлмира Сарина. Екеуі де әнде алдына жан салмайтын азаматтар. Ал енді терменің бір ең оңай жері, әншіге қай термені берсеңде ыңғайын келтіріп айта береді. Себебі терме соған лайықталған. Әншіні жырға салсаң айта алмауы мүмкін, бірақ термені айтады. Гүлмира Қайыптың термесін айтты. Өткенде осы Қайыптың термесін Дәуренбек айтқан болатын. Бүгін енді Дәуренбек Мақтұмқұлдың термесін айтты. Бұл Мақтұмқұл жалпы түркі баласына ортақ, шығыстың жұлдызы. Кешегі Ғали Ормановтар, Дүйсенбек Қанатбаевтар осы Мақтұмқұлының
жырларын аударған, соның Қайыптың әніменен шығып жүрген. Сондықтан екеуі бірдей. Бөліп жаратын түгі жоқ. Сонымен алқалы әлеумет, ардақты ағайын, терме сайысының қазылар алқасы пайым берсін. Дәуренбек Әркенов қарағанды 10-10. Гүлмира Сарина Астана 10-10. Термешілеріміз бірдей ұпай алды.